Құрметті достар, эфирде Астана Culture, Астана мәдениеті подкаст жобасы. Қазіргі таңда айтыласыз ба, жалпы репертуарда қанша композиция? Енді бізде мына оркестрде өзіміз библиотекамыз бар. Оның ішінде где-то 500 астам бір мыңдай партитуралар бар. Енді ол бағана айтып кеттім, ол концерттің мағынасына байланысты. Мысалы, наурыз күніне мұндай репертуар, басқа күнге, басқа мерекеге, басқа репертуар. Соның ішінен таңдаймыз. Көрмеге шақырамыз сіздерді 20 март жастар сарайы 19-да келіңіздер, сіздерді күтеміз. Құрметті достар, эфирде Астана Culture, Астана мәдениеті подкаст жобасы. Бүгінгі подкастымыз Астана эстрадалық симфониялық оркестрі тақырыбында өтеді. Жалпы Астана мәдениеті екі тілде жүргізетін боламыз. Ендеше бүгінгі қонақтармен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Бүгінгі қонағымыз Ержан Есен Ақжанұлы, Астана эстрадалық симфониялық оркестрінің көркемдік жетекшісі, халықаралық және республикалық байқаулар мен фестивальдардың лауреаты, Қазақстанның мәдениет саласының үздігі, құрмет орденінің иегері. Ержан мырза, қош келдіңіз. Осы Астана эстрадалық симфониялық оркестрінің бас дирижері, халықаралық байқаулар мен фестивальдердің лауреаты, Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі Айтбаев Қасым Фархадұлы. Қош келдіңіздер. Енді Ержан мырза, алғашқы сұрақты Астана эстрадалық симфониялық оркестрінің көркемдік жетекшісі ретінде өзіңізге қойғыңыз келіп отыр. Жалпы бұл оркестр қай жылы бастау алған еді, қай жылы құрылған жайында жалпылама айтып өтсеңіз. Енді Астана эстрадалық симфониялық оркестрі 2000 жылы іргесін қалаған Қазақстан еңбек сіңірген қайраткері Абаев Александр Рифатович болатын. Ол кезде әкімшілікте зам акима Мұхамеджанов Төке ағамыз болған. Осы кісілер осы оркестрін құрған. Тұсауын кескен дейді. Бірінші концерт сол жылда қойылды. Енді өзіміз Астанамыз 98 жылы пүшті ғой бәрі ашылды. 2000 жылы сол осындай оркестр қажет болып, сол оркестр ашылды. Жақсы. Былтыр 25 жылы желтоқсан айында оркестрдің 25 жылдық мерейтойы өтті. Желтоқсан айында 11 желтоқсанда оркестр ашылу күні біз осы желтоқсан айында былтыр өткіздік. 25 жылдығын өзіміздің тәжірибе осы қанша жылдан бері сақталған репертуарымыздың соны көрермендерге көрсетіп, өзіміздің қонақтарымызды шақырдық. Ресейден келді, Өзбекстаннан келді. Мысалы, жазу пианист белгілі қазір Жирный Сергей Сергеевич деген сол кісі келді. Народный артист России, сосын народный артист Өзбекистана Мансур Ташматов. Сосын өзіміздің белгілі қазақстандық композитор Еркен Ытықбаев. Сондай белгілі өзіміздің коллегаларымыз, дирижерлар, композиторлар осымыздың кешімізге келген. Енді оркестрге келсек, енді оркестр өзі бұл енді үлкен организм, орысша айтқандай. Оркестр саны 90 адам істейді. 90 адам. Профессионалдық музыканттар, бәрі жоғары білімі бар, бәрі консерватория бітірген. Ол өзіміздің требования бойынша тек қана профессионалдық артистер болу керек. Оркестрдің ішінде 10 еңбек сіңірген қайраткері бар, 20 шақты халықаралық республика конкурсының лауреаттары бар. Качественный состав дейміз. Качественный состав өте биік. Жақсы, ал жалпы осы жаңа айтып жатырсыз, халықаралық және көптеген конкурстардың лауреаттары деген сияқты. Осы халықаралық ынтымақтастық жағына келетін болсақ, басқа да елдерге жаңағыдай тәжірибе алмасу мақсатында сондай сапарлар қаншалықты жиі болып тұрады? Енді мен өзім 18 жылы келдім, бірақ мен алдымда 16 жылдың 15 жылы оркестр Москваға барған. Үлкен сол жерде Москвада концерт қойылған. Абылай өзіміз Қазақстан ішінде тек қана Астана емес, жақын қалаларға шығып тұрамыз. Қарағанды, Көкшетау, бір жыл бұрын біз Қостанайға жазу фестивалі барып келдік. Халықаралық жазу фестивалі соған қатыстық оркестрмен. Енді келешекте жоспарымыз бар.
енді шығуға дайынбыз. Өзіміздің репертуарымыз бар, өзім разнообразный репертуар, өзіміз қазақ композиторлары, кетсек, эстрадный обработкалар, өзіміздің джазовый обработкалар, сондай отдельный, сондай программалар көп. Керемет. Үлкен бағдарламалар бар дейсіз ғой болашақта. Соны көрсетуге. Жақсы. Қасым мырза, енді өзіңізден сұрағым келіп отыр. Жалпы осы, если вернуться в историю, да, именно эстрадно-симфонического оркестра в целом әлемдік аренада, жалпы басқа қандай да мемлекеттерде осындай эстрадалық симфониялық оркестрлер бар, и каким государством мы можем равняться? Ну, вообще, история эстрадно-симфонического оркестра Казахстана, она очень ведет свои корни еще со времен СССР. То есть это были оркестры, к телевидению относились. Это гостелерадио оркестры. Ну, они все базировались тогда в столице, в Алмате. Со временем первый эстрадно-симфонический оркестр, который был открыт именно Астанада, ол деген Астана эстрадалық симфониялық оркестр, біздің оркестріміз. Біз мысалы өзіміздің юбилейімізді, когда мы встречали гостей с народных артистов России, народных артистов Белоруссии, Узбекистана, они были очень впечатлены нашим уровнем оркестра, и даже были разговоры о том, что наш оркестр соответствует именно европейскому уровню. Вот. Это оценка не моя, это именно оценка гостей. Оценка гостей, да. Вот. И причем они вот, нас подталкивали к тому, что нам надо покорять Европу. Вот такой, даже не ориентироваться на уровень СНГ, а уже идти выше. Ну, и могу добавить, что сам эстрадно-симфонический оркестр вообще в целом, еще со времен СССР, появились где-то в 30-х годах. Это Утесова первый оркестр был. Он как бы больше был симфоджаз, да, оркестр. И потом уже практически мы сейчас и в России, и в каждом городе России, и в Казахстане сейчас создаются оркестры. Практически в эстрадности. Но штатность, конечно, не такая, как у нас большая. У нас два больших эстрадно-симфонических оркестра. Это в Алмате, где Беляков, наш коллега, да, Александр, да. И вот наш оркестр, самый большой оркестр эстрадно-симфонический. А в чем, если вот для зрителя, просто чтобы было понятно, в чем отличие именно эстрадно-симфонического симфонического, это то, что в эстрадно-симфоническом оркестре существует ритм-секция, плюс бенд внутри. Да. В симфоническом такого состава нет. Там только в основном камерный состав, струнная группа. Да. Но в выборе репертуара, получается, вы можете и классические воспроизведения же, да? Это однозначно. То есть мы можем в разных направлениях работать. И в классической музыке, и в народной, и в эстрадной, и в джазовой, и в фольклорной даже, если привлекать народных. Получается, можно сказать для зрителей, эстрадно-симфонический оркестр, он как-то, можно сказать, гибкий, правильно? Гибкий, да. В отношении всех направлениях. Да, в отношении репертуара, да, очень гибкий. Жақсы. Енді Ержан мырза, алдағы уақытта жалпы осы қандай жоспарларыңыз бар осы жастар сарайында болатын іс-шараларға оралатын болсақ? Менің білуімше осы наурыз айында үлкен тағы да мерекелік кеш өткізейін деп жатырсыздар, осыған бір тоқталып өтсеңіз көрерменге. Енді біз өзіміздің мынау дворецте өзіміз пландарымыз бар. Мемлекеттік мейрамдарда, сосын басқа мейрамда осы дворецте концерттерді қоямыз. Осы қазір жақында 20 мартта наурызға арналған өзіміз концерт бағдарламамыз бар. Оған қатысатын өзіміздің белгілі солистер, белгілі инструменталистер. Енді өзіміздің репертуарда өзіміз қазақстандық халық композиторлар шығармалары. Сол енді қазір көріп отқан көрмеге шақырамыз сіздерді. 20 март жастар сарайы 19-да келіңіздер, сіздерді күтеміз. Шынымен де құрметті көрермен, егер де сіздер шынайы мәдениеттің, өнердің бағасын көргілеріңіз келетін болса, 20 наурыз күні сіздерді жастар сарайында өтетін Астана эстрада симфониялық оркестрінің керемет мерекелік кешіне шақырамыз.
Енді Фархат мырза, өзіңізге тағы бір сұрақ қойғым келіп отыр. В целом, вот вы прошли путь от обучения по классу гобоя до профессии главного дирижера. Расскажите, пожалуйста, вот в какой момент вы поняли, что вот искусство станет не просто профессией, а делом жизни? Вообще, я с раннего детства уже понимал, что я буду музыкантом. Потому что, я всегда связывал себя только со сценой. И с детства, играя на гобое, я понимал, что я, кроме музыки, ничем не смогу заниматься. Просто я даже не представляю, чтобы я мог в какой-то другой профессии что-то делать. Потому что моя жизнь, она ограничена вот только музыкой. Я больше текстовую информацию меньше воспринимаю, чем ноты. Это у меня с детства идет. А вот в плане того, что дирижером стану, я так не думал. Потому что я и не мечтал о таком. И это был вопрос случайности. Потому что так получилось, что я создал небольшой коллектив. Это был на базе Жубановской школы, небольшой духовой бенд, можно сказать. Потом со временем мне предложили возглавить духовой оркестр в консерватории, после студенческий симфонический оркестр в Астане. И вот таким образом я вот случайно попал в дирижеры. Потом я переквалифицировался уже. Вот. А так именно то, что я буду дирижером, я, в принципе, я не знал. Это вот так вот судьба повела. И действительно, я думаю, если человек любит свое дело, свою профессию, и судьба сама, мне кажется, дает такие вот возможности. Да, самое главное, как говорится, не отходить от пути и двигаться в том направлении, которое человек сам может. Мен өте қуанып отырмын, шынымен де қазіргі жастарға да үлгі боларлық нәрсе деп ойлаймын. Шынымен де әр бағыттар бар, кейбір адамдар бір әртүрлі бағыттар жүріп, соңында қай бағытты аларын білмей қалып жатады. Ал сіздер өздеріңіздің өмірлік жолдарыңызды тауып, қазіргі таңда халықтың үлкен қошеметіне бөленіп жүрсіздер. Сондықтан да үлкен тағы да алғысымызды айтқымыз келеді. Енді подкастымызды ары қарай жалғастырайық. Ержан Ақжанұлы, сізді осы оркестр солисті, мәдениет саласының үздігі ретінде, осы құрмет орденінің иегері ретінде, жалпы Астана жұртшылығы, осы Қазақстанның мәдениетіне біраз өнерпаздар барлығы таниды, біледі. Енді осы Астана эстрада симфониялық оркестрінің жетекшісі ретінде жаңа жобалар, осы гастрольдік бағыттар туралы көрерменге айтып берсеңіз, жалпы қай елдерге барып тәжірибе алмасқыларыңыз келетін еді, оркестрдің болашақ стратегиялық жоспары жалпы қандай? Енді жоспарымыз көп қой. Енді расында мен бағана айтып кеттім, өзіміздің оркестрінде профессиональный уровень дейді, өте жоғары, өзіміздің программаларымыз жақсы бар. Енді өзіміздің арманымыз, өзіміздің шетелге шығып, мысалы Ресейде өзіміздің қандастар көп тұрады. Сол жаққа мысалы өзіміздің қазақстандық композитор шығармаларын апарып көрсетіп. Сосын енді мына жазды алсақ, конечно, жазбен мысалы біз енді жаз тыңдаймыз, ол біріншіден Америка. Енді бұйырса сол Америка барсақ деп, солай ойлап отырмыз, жазу фестивальға. Енді бұйырса енді барамыз. Қолдау болса болды. Сонда арманымыз, жоспарымыз сол. Енді қазіргі заман өзі мына шоу-бизнес болып кетті ғой. Бізде енді оркестр тек қана біз жанды дауысты концерт өткіземіз. Кейбір адамдар келеді, бірінші рет осы біздің концерт тыңдайды, сосын айтады, қалай біз телевизордан электронный музыка тыңдаймыз, андай минусовка, плюсовка деген білесіз. Бүгін келіп демалып отырмыз. Жанды дауыс оркестр отыр, жанды дауысты солисттер айтып отыр, қандай керемет деп. Соны біздің мақсатымыз соны дамыту. Жанды дауысты. Ал репертуар таңдауға келсек, арнайы өздеріңіз бір худсовет деген сияқты бола ма, әлде қалай? Өзіміздің оркестрде худсовет бар, сол репертуарды өзіміз таңдаймыз. Қазіргі таңда айтыласыз ба, жалпы репертуарда қанша композиция? Енді бізде мына оркестрде өзіміз библиотекамыз бар. Оның ішінде где-то 500 астам бір мындай партитуралар бар. Енді ол бағана айтып кеттім, ол концерттің мағынасына байланысты. Мысалы, наурыз күніне мындай репертуар, басқа күнге, басқа мерекеге, басқа репертуар, соның ішінен таңдаймыз.
или оның ішінде болмаса өзіміздің оркестрдің арасында аранжировщиктер бар. Қасым Фархач өзі де аранжировщик, өзіміз істейміз аранжировканы. Ең қымбат сол бізде сол аранжировка, партитура. Партитураны да өздеріңіз жаза бересіз? Жаза береміз. Мұндай адамдар бар бізде. Поэтому келешекте ойлаймыз, енді осы оркестріміз үлкен деңгейге жетеді деп, осы академический санын алады деп, атағын алады деп, соған тырысамыз. Мен ойлаймын, көрермен осы өзіне бір жақсы ақпараттар алып жатыр деп ойлаймын. Шынымен жаңа айтып өттіңіз, жанды дауыста қазіргі таңда өте аз болып жатады, іс-шаралар. Ал сіздердің концерттеріңізге келген көрермен шынымен де құлақтың жаңағыдай құрышын қандырып, бір жақсы өзінен тек қана музыка тыңдап емес, сонымен қатар бір рухани ләззат алады деп ойлаймын. Себебі сіздердікі нағыз еңбек, нағыз жанды дауыста орындалғаннан кейін. Қасым Фархатович, как исполнительский опыт повлиял на ваше дирижерское мышление? И помогает ли вам инструментальная школа глубже понимать оркестр? Ну, конечно. Вообще на Западе, да и не только на Западе, вообще в академической школе есть такая практика, что любой музыкант, который становится за оркестр, за дирижерский пульт, он изучает как минимум один оркестровый инструмент. Это вот на Западе такая практика есть. То есть даже если, к примеру, будет хоровой дирижер, он все равно, если он становится за пульт именно оркестра, он должен изучить один из инструментов оркестра. Это такая практика. Потому что для того, чтобы понять вообще самого музыканта, нужно знать его возможности и нужно знать психологию. Потому что дирижирование — это не только руководство, это еще и психология. То есть в основном наша задача была расти именно в плане того, чтобы мы понимали суть каждого музыканта. Музыканты это и есть инструмент дирижера, с помощью которого он создает свои мысли. Вот Приносит сказал. Вот. Ну, это даже в мировой практике есть, допустим, знаменитый трубач Дидзи Гиллеспи. Он же играл на трубе. И чтобы ему стать дирижером, писать свои произведения, он изучил полностью фортепиано. Без этого невозможно было. Да. А вот в чем, на ваш взгляд, вот как вы думаете, ключевая особенность именно вот работы главного режиссера эстрадно-симфонического оркестра по сравнению вот, с академическим симфоническим коллективом? И требует ли этот формат иной художественной гибкости? Ну, как Ержан Ахжанович только что сказал, у нас должность главного дирижера эстрадно-симфонического оркестра во многом связана с партитурами. То есть здесь идет именно в плане редактуры огромная работа. То есть у меня не бывает ни одного концерта, где я бы вот принял ноты как есть и отработал бы. В основном все партитуры, которые проходят через меня, они идут через мою редактуру. Я полностью все редактирую, и в конце зритель слышит именно тот вариант, который я уже его подшлифовал под себя. Вот. И именно работа главного дирижера эстрадно-симфонического оркестра, мне кажется, заключается в том, чтобы правильно относиться к редактуре и к пониманию самой партитуры. Вот как-то так. Эстрадно-симфонический оркестр Астана, жаңа мен тағы қосып қояйын, бұл біріншіден бұл жерге келетін мынау жаңа айтып отырмыз ғой, шоу-бизнес, профессиональная музыка деп. Бірінші 4 этаж бар. Бірінші этаж той бизнес, екінші этаж шоу-бизнес, үшінші этаж классический, 4 этаж ол импровизаторлар. Көбісі сол эстрадно-симфонический ғана келеді. Біз джаз ойнаймыз, то есть музыкант, орысша айтқанда свободный музыкант, который умеет свободно выражать свои мысли в музыкальном плане. Воплощать свои идеи в музыке. То есть это свободный художник. Да. Понимаете? Не зажатый рамками классического образования, как там это, да. Потому что есть много классических музыкантов, у которых ноты уберешь, все, нету его. А мы добиваемся, наоборот, другого. Ноты нотами, но ты больше давай свои мысли, свои вариации, свое видение этого материала и так далее.
То есть в этом тоже вот отличие нашего оркестра от других оркестров. Как говорится, свое творчество может Да, воплощать да, и да. в более широком Да, формате. и как мы говорим, когда к нам молодые музыканты приходят, не только мы ставим там нотный материал, мы говорим, да ну-ка вот, мы тебе даем какую-то мелодию, да, сыграй нам, как ты это видишь, на твою фантазию. Понимаете? Да, импровизация, да. Касым Фаркадович, а вы в целом сколько лет уже как главный бас-дирижер ретінде? Ну, я до этого возглавлял эстрадно-симфонический оркестр в Центральном ансамбле Министерства обороны. Я на протяжении где-то 9-10 лет. До этого я работал художественным руководителем в духовом оркестре филармонии. В принципе, мой путь, он, начиная со студенчества, я практически всегда был у руля каких-нибудь таких больших коллективов. И, в принципе, моя вся жизнь, я с 10 лет в оркестр сел, и всю жизнь провел в оркестре, и до конца жизни буду, скорее всего. Я хочу добавить, что самое больше именно по времени образовательным учатся музыканты. Практически с детства. Это музыкальная школа, музыкальное училище, консерватория, потом кто-то продолжает магистратуру. То есть только на обучение уходит минимум 15 лет. То есть у музыкантов практически профессиональных, как и у профессиональных спортсменов, нету детства. Мы сами прошли этот путь. Мы, допустим, детство у него все время занимаешься. Да. Поэтому это очень тяжелый труд, это очень ответственный труд, потому что это как в спорте, ты выходишь на сцену, сидит зритель, и ты должен показывать свое, то, что в тебя вклали, и свою профессиональность. Керемет енді осыдан шығады, Ержан Ақжанұлы. Қазіргі жас музыканттарға, жас өнерпаздарға кәсіби маман ретінде қандай ақыл ой, қандай кеңес беретін едіңіз? Енді мен ойымша, енді біріншіден мынау қазір век технологий, көп тыңдау керек. Жақсы музыкант тыңдау, профессионалды музыкант тыңдау керек. Мысалы, біз кезімізде информация болған жоқ. Интернет болған жоқ. Да, біз ана пластинкада біреуде ана кассетник бар, ана ойбай, ана жерде ана нені алып бір сатып алды, біз оған жүгіреміз тыңдау үшін. Мектепте фонотека болған, бәріміз сол жерде. Ол кезде инструменттер жоқ. Инструмент, элементарный инструменттер жоқ. И қазір, в принципе, эстрадниктер даже ұстазда керек жоқ. Қазір интернетте бәрі бар. Ана оқитын бала, музыкант болам, джазмен болам, или инструменталист болам, гитарист. Интернетпен жақсы болса, өзінің талабы болса, өзінің желаниясы болса, ол келешекте өте жақсы музыкант болады. Жақсы, енді қорытындылай келе, өздеріңіздің тағы жалпы осы подкастқа байланысты, жалпы осы мәдениетке қатысты ойларыңызды білдірсеңіздер, Қасым Фарқатұлы, өзіңіз қандай ой айтар едіңіз? Енді өзіміздің мәдениетімізге тек сәттілік тілейміз, өйткені біздің президентіміз мәдениетке өте үлкен маңызды внимание, көңіл бөледі. Ол деген әрбір мемлекетте барлығы мәдениеттен басталады. Содан кейін барлығы болады. Ол деген бір рет, мысалы, мен концертті бергенде Теміртау қаласында, маған бір үлкен кісі концерттен келді и айтты маған: вот посудите, что было бы, если бы не было музыки, деп мен сұрады. Мен бір солай тұрып қалдым да, и не айтарымды білмей, ол айтты: ничего бы не было бы. Все бы перевоевали бы, и никакого ни радости, ни любви, ничего не было, если не было музыки. Деп маған солай айтқан. И вот сол сияқты музыка болмаса, ол деген ештеңе болмайды. Сондай ойладым. Жақсы. Сіздің ойыңызды білсек. Я скажу словами Ужас Сулейменова. Ол кісі айтты: если мы спасем культуру, культура спасет нас. Солайша солай болу керек. Бәрі мәдениеттен басталады. Мәдениет не только өзіміздің культура, мәдениет жағынан. Мәдениет ол бәр салада бар мәдениет. Сол мәдениетіміз дұрыс болса, бәр жақтар дұрыс болады. Мен ойымша. Өте жақсы. Көп рахмет. Шынымен де мәдениет айтады ғой, жаңағыдай екі елдің қандай екенін көргің келсе, оның біріншіден мәдениетіне қара дейді. Одан кейін жаңағы Қасым Фарқатұлы өте жақсы айтты.
шынымен, если бы не было музыки, не было бы любви, не было бы добра, души в целом, мейірімділік қой барлығын осы бастау. Сондықтан да, сондықтан да өздеріңізге творчестволық табыс тілейміз. Жаңа ғана өздеріңіз айтқандай, бұйырса Астана эстрада симфониялық оркестрі бүкіл Евротурды аралап, Европаны аралап, Америкадағы үздік фестивальдерге қатысып, сондай күндерге жете берейік. Еліміздің мәдениеті дамый берсін, көркейе берсін, көрермендеріміздің де халықтың жалпы осы сіздерге деген ілтипаты ешқашан таусылмасын, тек қана жақсылық болсын деп айтқым келеді. Құрметті көрермен, сіздермен бірге болған Астана мәдениеті, пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Әрдайым мәдениетті болып жүрейік. Келесі жүздескенше аман сау болайық достар. Рахмет.